Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет цицибели жабатын боламыз. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл салатты жабу үшін бізге помидор, тәтті бұрыш, сәбіз, сарымсақ және аскөк қажет болады. Шамаменен 5-7 килограммдай помидор, 3-4 килограммдай сәбіз және 4 килограммдай тәтті бұрыш, сонымен қатар 300 граммдай сарымсақты осылай жақсылап қабығынан аршып, ірі-ірі ғып турап шығамыз. Одан кейін ет тартқыштан барлығын біртіндеп өткізіп аламыз. Алдыменен біз помидорды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сөйтіп помидорымызды өткізіп алғаннан кейін помидорды шоңғыл ыдысқа құйып, үлкен шараға құйып, отқа қойып, жайлап қайната береміз. Одан кейін сәбізімізді, тәтті бұрышымызды ет тартқыштан өткіземіз. Мінекей мен тартылған помидорымды отқа қойып қайнатып жатырмын. Осылайша барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сарымсақты да тазалап, оны да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Алдыменен помидорын қайнатамыз. Одан кейін тәтті бұрыш, сәбіз қосамыз. Мінекей біздің помидорымыз қайнап жатыр. Қайнаған кезде, алғашқы кезде осылай бетіне көбіктері шығады. Көбіктерін сүзіп аламыз. Мінекей көбіктері шығып жатыр. Бәрін тазалап сүзіп аламыз. Сосын арғарай тағда жайлап, осылайша жай отта бұрқыратып қайнатамыз. Біраз қайнағаннан кейін сұйық май құямыз. 150 граммдай сұйық май құямыз. Сөйтіп араластырып жібереміз. Тағда біраз осылай жай отта қайната береміз. Одан кейін мінекей бетіне тәтті бұрышменен сәбізін салдым. Тартылған тәтті бұрышпен сәбізді салдық. Жақсылап араластырып жіберемізді. Бұны да жақсылап қайната береміз. Жайлап жай отта қайнатамыз. Мінекей менің цицибелим жақсы болып қайнап жатыр. Енді бұған тұз қостым. 2 үлкен ас қасықтай, 3 қасықтай тұз қосасыз. Одан кейін 100 граммдай, 150 граммдай құмшекер қосамыз. Құмшекерін көптеу қосамыз. Сөйтіп барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сарымсақты да ет тартқыштан өткізіп жатырмын. Бұл сарымсақты біздің цицибелиміз пісуге жақын қалған кезде, 5-10 минут қалған кезде саламыз. Аскөгімді де осылайша ірі-ірі ғып турап қойдым. Тұзын көрдім. Тұзы кемде болғаннан кейін кішкене тағы да тұзын қостым. Кішкене құмшекерді де қостық тағы да. Енді пісуге жақын қалған кезінде мінекей сарымсағын салып жатырмын. Сарымсағын салып болғаннан кейін осылайша жақсылап араластырып жібереміз.
Жай отта бабыменен сөйтіп тағда жақсылап қайнатамыз. Енді үстіне аскөкті салып жібереміз. Оны да жақсылап араластырамыз аскөгімізде. Аскөкті салғаннан кейін бір 3-4 минуттай ғана қайнатамыз. Мінекей алдын ала банкілерін бәрін жуып, дайындап, булап алдық, стерилдеп. Енді осы стерилденген банкімізге дайын болған сицибилиімізді құямыз. Осылай баппен жақсылап құйып аламыз. Құйып болғаннан кейін бетіне жарты ас қасықтан көбірек уксус құйып жібереміз. Сөйтіп, ыстық болғандықтан осылайша кішкене шүберекпен алып, сыртынан ұстап, жақсылап қозғаймыз, ішіндегі ауасын шығарамыз. Одан кейін ыстық суда тұрған қақпағымызды алып, банкінің бетіне жауып, қақпақ жапқышпенен, закрывашкаменен қақпағын бұрап, осылай банкімізді жауып аламыз. Мінекей мен бүгін 2 литрліктен 4 банкі және 1 литрліктен 1 банкі цицибилиді жауып алдым. Цицибилиім өте дәмді, керемет болып шықты. Егер сіздерге ұнап жатса, сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар.